Сәлем баршаңызға, сіздермен Ұлданай. Бүгін сіздерге тегін мастер-класс көрсеткім келіп отыр. Пиццаның екі түрін жасап көрсетемін дәл осы видеомда. Міне көріп тұрғаныңыздардай, дәл осылай шығу үшін тестасы әдемі, жұқа, әрі нәзік, балғын болу керек. Осы видеомда тестасы қандай болу керек пиццаның барлық құпиясымен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап менімен бірге болыңыздар. Бұл жерде мен асел пешкін қолданған жоқпын. Газ керек және микроволновка керек болады бұл пиццаларды пісіру үшін. Сіздермен қазір менің құпия рецептімен бөліскелі отырмын. Ал мен бастайын. Бізге тестасына ең бірінші осындай бір стақан жылы су керек болады. Одан кейін дрожь керек болады. Мен описанияға барлық керек заттарды жазамын. Тұз керек болады. Және сұйық май немесе оливковое масло керек болады. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз да жұмсақ, әдемі, балғын қамыр илейміз. Ұнымызды керегінше қосамыз. Шамамен дәл осы өлшем бойынша 4 кішігірім пицца шығатын болады. Міне көрдіңіздер, осылай қамырды илеп алатын боламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк, комментария жазып қолдауды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға шын жүректен рахмет. Жұмсақ болу керек қамырыңыз міндетті түрде. Одан кейін ыдысымыздан аламыз да осы ағаш тақтайымызға немесе столдың үстіне ұн сеуіп азырақ. Енді қолдың күшімен барынша қаттырақ қылып басып илейтін боламыз. Осы кезде қамырымыз қанып өте жақсы иленетін болады. Бұл тестаның да ең ерекшелігі дәл осылай илеуде болады. Осылай қолдың күшімен барынша басып бірнеше қайтара илеп, қамырымыз көтерілгенше жылы жерге орап қоямыз. Міне қамырымыз дайын біздің, көрдіңіздер ғой. Саусақты басқан кезде ішіне бірден кіріп кетіп, әдемі болып томпиып тұр. Енді ұн сеуіп керегінше енді қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Егер сіз үлкен пицца жасағыңыз келсе, 3 немесе 4 бөлікке бөлсеңіз болады. Мен кішкентай бөліктерге жасадым, себебі микроволновканың тарелкасына сиятындай болу керек. Мен басында айтқанымдай, бұл пиццаның ерекшелігі және керемет бір ерекше болып пісуінде ол микроволновка мен газда пісу болып табылады. Көрдіңіздер, осындай домалақ бөліктерге бөліп 15-20 минутқа тағы да шамалы көтерілгенше бөлек алып қоятын боламыз. Ендігі кезек қамырымызды бөлек алып қойғаннан кейін біз пиццамыздың бетіне қандай көкөністерді, жалпы пиццаны немен жақсы көресіз? Сол туралы айтайын. Мен өзім 4-5 пицца пісіргендіктен ең біріншісіне осындай черри помидорын пайдаландым. Сіз кез келген помидор түрін қолдансаңыз болады, өз еркіңіз. Біреулер перец қосқан жақсы көреді, біреулер қос құйрық дейді ғой, соны пайдаланған жақсы көреді, біреулер фаршпенен, әркім өзіне қарай жасасаңыздар болады. Ең басты салмас емес, ең басты біздің пиццамыздың тестасы қалай шығады ол, жұмсақ болып. Келесі мен осындай колбасын алдым. Колбасаны осылай домалақшалап етіп турап тарелкама салып алдым. Келесі бір пиццама мен балалардың сүйіп жейтін осы шұжығы, яғни сосисканы майдалап, осылай әдемілеп турап алдым, жіңішке етіп. Сіздер қолдансаңыздар болады осында. Балалардың ең сүйіп жейтіні ғой. Одан кейін осындай үлкен, біреулер айтады докторс колбаса деп жатады ғой, сондай осындай үлкен колбасаны қолдандым. Бұны мен бірақ кішкентай майда етіп кубик сияқты турап,
қосатын боламын. Қазір көресіздер, алдағы уақытта қалай пиццамды сәндеп, әдемілеп пісіріп алатынымды. Осы тураған помидор, колбасаларымызды қосып, одан кейін бізге пиццамызға ең қажеттісі ол біздің пиццамыздың соусы болып табылады. Сізде арнайы пицца болмаса, дәл осы менің рецептім бойынша жасасаңыз, міндетті түрде пиццаңыз өте керемет, әдемі болып шығатынына уәде беремін. Міне көріп тұрғандарыңыздай, мен пиццаға соусты осы кетчуп пен майонезден жасадым. Соусымызға тағы да мен өзімнің фишкам дейін ба не дейін, осындай укропты майдалап турап қосатын боламын. Сізде егер осындай свежий күйінде болса, укробыңыз қоссаңыз болады, немесе осы готовый пачкада сатылады ғой, құрғақ күйінде, соны қоссаңыз да тіпті керемет болады. Міне енді жақсылап араластырып бір шетке алып қоямыз. Біздің уже қамырларымыз дайын болып қалды. Енді ең соңғысы осы сырымыз. Сырымыз әдемі, созылыңқы болып тұру үшін сіз өзіңізге постоянно қолданып жүрген пиццаға арналған осындай созылып тұратын сырларыңыз қолдансаңыз болады. Менде ондай кереметтей бір сыр емес, үйде тұрған барлық бар затпенен жасап жатырмын сіздерге. Оңай түрін, қамырымызды осылай алып аламыз да, енді осы саусақтың көмегімен үлкейтіп, осы менің әдісім бойынша қолдың көмектерімен, саусақтың көмектерімен ешқандай оқтаусыз, ешқандай майсыз, осы бір ғана ұнмен, бір ғана саусақтың көмегімен жайып алдық. Міне көрдіңіздер ғой. Енді міне соусымызды әдемілеп жағып шығатын боламыз. Бір келкейтіп сырымызды себеміз. Қанша сырыңыз көп болса, соғұрлым пиццаңыз дәмді, созылыңқы, аппетитно көрінетін болады. Енді чери помидорларымызды салып шығамыз. Менде бұл пицца енді маргарита ғой. Маргарита пиццасын осылай менің әдісіммен жасаңыз. Және де соңғы кезек пешкімізге қоймай тұрып, немесе газге қоймай тұрып, осылай оливковый масланы жан-жағына және барлық помидордың үстіне тигізіп сеуіп шығыңыз. Қазір піскен кезде көресіз, қандай әдемі болып шығатын. Бұл менің бірінші пиццам. Енді екіншісіне көшейік. Екіншісін бастамас бұрын осылай газге табамызды қыздырып аламыз да, аздаған май құйып, үстіне жаңа қолымызбен үлкейтілген пиццамыздың қамырын қойып, үстіне соусымызды жағамыз. Дәл бірінші пиццамды дәл осындай қылып пісірдім мен. Қазір видеоның соңында қалай шыққанын көретін боласыздар өздеріңіз. Мына мен екінші пиццам, көрдіңіз ғой, жаңа турап алған колбаса, шұжық, сосискаларымызбен бірге осылай әсемдеп пиццамызды әдемілейтін боламыз. Ортасына мен осылай колбасаның домалақ түрін қойдым. Енді жан-жағына, орталарын барлығына чериді бір-бір талдап қойып шығатын боламын. Бұл жерде сырды астына емес, бетіне себетін боламыз. Енді крышкасын жауып 15-20 минут асты піскенше қоямыз. Одан кейін кезек микроволновкаға 15-20 минутқа пиццамыз дайын болғанша әдемілеп пісіріп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай микроволновкада менде керемет болып пісті. Көрдіңіздер ғой, түрі қандай. Қараңыздар, ешқандай әсел пешкеден киімі жоқ. Микроволновка мен газды пайдалана отырып, осындай керемет пицца пісіруге болатын сіздерге көрсетіп, дәлелдеп отырмын. Дәл осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер, кеңес беремін. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау сәлеметте болыңыздар.